Армысыз көрермен, назарларыңызда мектеп жаңалықтарының кезекті шығарылымы. Сәуірдің 18 күні облыс орталығында республикалық математикалық регата байқауы өтті. Аталмыш сайысқа қатысқан облыстық құрама қатарында біздің мектептің математика Қожбанов Хамит те бар. Есеп шығару жүйріктері жарысының жүлдесінен маңғыстаулық математиктер құр қалмады. Нәтижеге сай 3-ші орын бұйырды. Жалғастырамыз. Мектебімізде жеңімпаздар шеруі 2019 мадақтау рәсімі өтті. Мақсат аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі сайыстардан жүлделі орындар алып, мектеп мәртебесін биіктеткен оқушылармен мақтану, оларды басқа оқушыларға үлгі ету. Мерекелік шараға аудандық білім үйлестіру орталығының директоры Рахат Жасақова қонаққа келді. Шара барысында аудандық сайыс жүлдегерлерінің аты аталып, қызыл кілеммен салтанатты түрде жүргізіліп, сахна төріне естелік суретке түсірілді. Облыстық сайыс жүлдегерлері арнайы мектеп мақтаныш 2019 төсбелгісімен марапатталды. Ал республикалық олимпиаданың жеңімпазы Нұрбол Амановқа жыл оқушысы 2019 төсбелгісі табыс етілді. Білім үйлестіру орталығы мен мектеп демеушілері тарапынан Нұрболға сыйлықтар ұсынылды. Төсбелгіге ие болған оқушылардың ата-аналары мен жетекшілері аудандық білім бөлімі басшысының алғыс хаттарымен марапатталды. 1 мамыр Қазақстан халықтары бірлігі күні қарсаңында тыныштық тілегіміз, тұрақтылық тірегіміз атты аудандық жастар фестивалі ұйымдастырылып, мектеп ұжымы мен ауыл жастары, қазақ халқының салт-дәстүрі, оның ішінде беташар дәстүрі сахналады. Сонымен қатар ұлттық тағамдардан дастархан жайылып, қолөнер бұйымдарынан көрме ұйымдастырылды. Ауылдың өнерлі жастары ұлттық өнерімізді паш етіп, ұлттық аспаптарда әндер шырқап, тойбастар жырын жырлады. Фестиваль қорытындысына сәйкес баяндаулы бас жүлдеге ие болды. Тақырыпты жалғастырамыз. 1 мамыр мерекесіне орай Тамара Алиева мен Нұрбибі Мұқанованың ұйымдастыруымен бастауыш сынып оқушылары қатысқан. Бақытты балалық әлем тақырыбында асфальтқа сурет салу сайысы өтті. Мақсат оқушыларға бірліктің, татулықтың маңызын ұғындыру. Балалар достық пен ынтымақты, бірлікті қалай түсінетіндерін суреттер арқылы бейнеледі. Өткен шығарылымда аудандық Абай Мағжан оқуларында мектеп намысын қорғаған жеңімпаздардың облыстық кезеңге жолдама алғандығын айтқанбыз. Бұл сайыстарда шашасына шаң жұқтырмаған жүйріктер жеңіс тұғырынан көрінді. Облыстық Мағжан оқуларының мәнерлеп оқу бағыты бойынша 8-ші сынып оқушысы Ағзия Насрулла жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жетекшісі Гүлнар Мұхаммедова. Ал Абай оқулары байқауының облыстық кезеңге қатысқан 5-ші сынып оқушысы Ақсымбат Аминова мәнерлеп оқудан 1-ші орынды иеленсе, 8-ші сынып оқушысы Алтынай Ескелді эссе жазудан 3-ші орынды қанжығасына байлады. Жетекшілері Біржанова Жадыра мен Мұхаммедова Гүлнар. Оқушыларымыз қолөнер бұйымдарын жасаудан да кенде емес. Алтын қазына көркем және сәндік қолданбалы балалар шығармашылығының көрме байқауынан мектебіміздің 9-ші сынып оқушысы Лауадин Ертай 1-ші орынды иеленіп, республикалық кезеңге жолдама алды. Нұрлыбек Исполовтың жетекшілігіндегі оқушыға республикалық кезеңде сәттілік тілейміз. Ал енді спорт жаңалықтары. Ғарышкерлер күніне орай 8-9-ші сынып қыздар арасында ұйымдастырылған баскетболдан аудандық турнирде мектеп командасы 1-ші орынға ие болды. Сондай-ақ дүниежүзілік денсаулық күніне байланысты өткізілген аудандық баскетбол ойынынан Құралбай Адиловтың жетекшілігіндегі 7-8-ші сынып оқушылар командасы 3-ші орынды қанжығалады. Аудандық 4-ші сынып арасында шағын футболдан өткен жарыста нөмір 3-ші орта мектеп командасы 3-ші орынға ие болды. Ал облыстық 7-8-ші сынып оқушылардың арасында өткен лигада аяқтаушылар тағы бір 3-ші орынды қанағат тұтты. Жас футболшыларға жетекшілік еткен Жандос Жаппаров пен Мадияр Зелбаев. Әзірге айтарымыз осы. Мектеп жаңалықтарын біздің YouTube арнамыздан қарауды ұмытпаңыздар.